Сәлем асылдарым, бүгін сіздерге осындай керемет әрі өте дәмді болып шығатын әсіптің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге бауыр, бүйрек, жүрек, құйрық майымызды, етіміздің барлығын еттатқыштан өткізіп аламыз. Одан кейін бізге керегі пияз, сарымсақ, алдын ала қайнатылған суға салынған күрішіміз, қара бұрыш керек болады. Жаңағы салмамызға күрішімізді салып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Жаңа мен ет тартқыштан пияз бен сарымсақты өткізген болатын. Мынау видеоға түспей қалған екен. Сіздер ұмытпай міндетті түрде салыңыздар. Сосын бізге керегі осындай жылқының ішегі. Ішегіміздің түп жағын осылай қатты байлап аламыз. Налыстап салмамыз шығып кетпеу керек. Сосын ішегімізді ашып, осындай баклажканы бас жағын кесіп қолдансаңыздар болады. Оңай әрі тез салынады салмамыз. Барлық салмамызды осылай салып, ішегімізді толтырып аламыз. Және басын және түп жағын осылай қатты байлаймыз, салмамыз шығып кетпеу керек. Сосын қазанымызға ішегімізді салып, үстінен салқын суымызды құямыз. Суды құйып болған соң қайнағанын күтіп, бетіндегі көбіктерін алып, туралған пияздарымызды, болгар бұрыштарымызды, картоптарымызды осылай бүтін-бүтіндей салып жібереміз. Дәміне қарай тұз саламыз. Лавр жапырағын салсаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен укроп салдым және барлығын жақсылап араластырып 30 минут пісіріп аламыз. Қайнап шыққан әсібімізді осылай, іші осылай нығыз болып шығады. Видеоға көріп тұрғандарыңыздай. Барлығын осындай бөліктерге бөліп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте керемет әрі дәмді болып шығады. Отбасыларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болса, ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер.